Ассалаумағалейкум, құрметті ютубқа келген барша достар, ағайындар. Келесі мәтін: баяғыда бір патшаның нөкерлері ауыл аралап жүреді екен. Қандай әдемі қыз болса, әйел болса, патшаға айтады екен. Патша оны алады екен. Нөкерлері: бір кедейдің әйелі бар, өте сұлу. Бұндай сұлулық сіздің сарайыңызға жарасады депті. Патша: әкеліңдер деп бұйырыпты. Кедейдің әйелі өте сұлу екен. Әлгі кедей жігіт мойнында кетпен, аяқта етік, маңдайында орамал. Үйіне келсе, 3 баласы: әкешім, анамды сарайдан келіп алып кетті деді. Жігіт далада егістікте болған. Патшаға барады. Ол менің некемдегі әйелім ғой. Сіз елдің әкесісіз. Ел сізден үлгі алу керек дегенде, оны зынданға тастайды. Ол жерде 7 ай жатады. Бір күні зынданнан шығарып, патша алдына келеді. Жігіт әлі сол қалпы. Ол менің некемдегі әйелім ғой. Сіз елдің әкесісіз. Ел сізден үлгі алу керек дейді. Патша жігітті аяғымның астына жығылып, кешірім сұрайды деп ойлаған еді. Патша: әлі бұның есі кірмепті. Дарығасыңдар деп бұйрық береді. Халықтың 7 жастан 70 жасқа дейін барлық адамдар көрсін. Патшаның айтқанын жасамағанның жазасы қандай болатынын. Халық жиналады, жігітті зынданнан алып шығады. Сонда жігіт өлімінен алдын тамбур, шертпелі аспап әкелуін сұрайды. Әдемі әуен шертеді. Сол әуенге жиналған барлық адамдар дауыстап жылап жібереді. Патша айтады: араба әкеліңдер. Ішіне ұн, май, күріш, ет, алтын салыңдар. Оның әйелінді әкеліңдер. Сосын сол арбаға жігітті отырғызып үйіне жіберіңдер дейді. Әлгі әуенге қандай атау береміз дегенде, әлгі жігіттің есімін қойыңдар дейді. Ол жігіттің есімі Насрулла еді. Насрулла деген күй бар. Осы жігіт оны зынданда үйренген. Жігіт жай ғана егінші болып, тамбур шертуді білмеген еді. Әйелі балалары қиындықта. Өзі зынданда азап шеккенінен осы күй пайда болған. Керемет екен, тамаша екен. Бұндай оқиға тек жалғыз емес, әлі талай қызықтар алда. Сол үшін маған тіркеліп кетіңіздер. Löпіл басып, пікір жазып, достарыңызбен видеоны бөлісе кетіңіздер. Сау, саламатты болыңыздар.